Сәлем достар! Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін жаңа ойын. Біз әдеттегідей Қазына, мамасы, Аслай және менмін. Бүгін бізде Қазынаның осы бір суретке салатын карандаштарын алып, ерекше ойын жасасақ па деп тұрмыз. Қазір ойынның шарты бойынша бізде 30 секунд уақыт беріледі. Бізге Қазына ар жақтан әртүрлі дүниелерді алып келеді, үш жерге қояды. Сол заттарға қараймыз да. Біз соны 30 секундтың ішінде салып үлгеруіміз керек. 30 секунд тоқтап біткеннен кейін Қазына сол суреттерімізді қарайды да, қайсысы жақсы болғанын соны зерттейтін болады. Ендеше біздің каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік, ендеше бірінші зат Қазына алып келсін. Бізде алғашқы дүние Қазына біздерге алып кел. Не алып келе жатыр екен? Қазір бізге де жұмбақ болып тұр. Біз 30 секундтың ішінде осы дүниені салып үлгеруіміз керек. Қазір біз телефонмен таймер қосып алайық. Бізде мына жерде де видеода таймер болатын болады. 30 секунд таймер, міне 30 секунд дайын тұр. Ендеше бірінші дүниемізді алып көрейік. Опа! Бұл бізде трактор. Синий трактор дегендегі трактор. Қазіргі хит музыкалардың бірі ғой. Осыны салатын боламыз. Мына енді қазір идеямызды қосып алайық. Осылай тұрсын ба? Иә. Осылай камераға да көрініп тұрсын. Осылай тұрсын. Ендеше дайынсың ба? 1, 2, 3 кетті. Қандай трактор салып үлгереді екенбіз? Аха. Қиын екен мынау. Кетті. Так, мына жерде кішкентай терезесі бар екен. Үлкен терезесі. Мына жерде домалақ мынандай бар екен. Оның арт жағында кішкене ұқсастырып жатырмыз. Болды, бізде уақыт. Осымен уақыт тоқтады. Көрсетпесеш? Неге көрсетпейміз? Менің суретім мынандай болды. Сен кәдімгідей сары немен бояпсың ғой. Мен бірақ суретпен ғана боядым енді. Қазір енді осыны бізде Қазына қазір зерттейтін болады. Бағалайды ғой, қайсысы жақсы болды. Соны бағалайды. Анаған дұсты нәрсе кесіп, нәрсе үстен қалған. Қазына бізде өзінің таңдауын жасады деген ойдамыз. Қазір Қазынаның қолынан сол бір қағаздарды аламыз. Ал кел Қазына. Қайсысы ұнады екен Қазынаға? Менің ойымша негізі сенің суретін жақсы шыққан сияқты, өйткені сен әртүрлі түсті нелерді қолданысың, карандаштарды. Мен только бірақ түсті қолдандым. Ой, айттым ғой, маған икіз. Жарайды. Менікі ұнапты қызыма, әртүрлі түс болған. Иә, сенікі негізі маған да ұнады, иә. Өздеріңізді қараңыздар, қайсысы жақсы шыққанын бағасын бересіздер. Көрініп тұрған шығар, иә? Мынаны алайық. Мына жерге қойып астына. Бізде келесі сурет. Не салады екенбіз? Қазына. Сол затты бізге алып келсеңіз, біз соны салуға тырысайық. Алып кел. Карандашты мен бері қарап қойайын. Так. Дайынбыз ғой. 1, 2, 3. О! Стакан. Мынандай стаканчик. Бән, стакан еще ерекше стакан екен, е? Иә. Герл дейтін, қыздарский стакан. Бұл енді Қазынаның өзінің жақсы көретін стаканы. Сол себепті осы стаканды саламыз. Ендеше таймеріміз қайда? Мен қалтамда екен ғой. Уақытты қой. Жүстап қоясың ғой енді. Уақытты 30 секунд. Бізде 30 секундтық уақыт дайын. Сен карандашыңды алып отырсың ғой, мен де карандашымды алайын. 1, 2, 3. Кетті ма? Ойбай, кірсамай қалдым. Тиқылдай магазы? Тиқылдайды. Мама, қорқыншысынай тұра. Әзір көреміз. Кімдікі қалай шығады. Бұл жолы мен жеңіске жетуім керек. Мен андай басқа карандаш қолданбайды екен негізі. Байқағанымша. Болды. Уақыт.
ең кіші. Бізде осыменен уақыт бітті. Қазір көреміз. Вау, менікі дұрыс Қазір сен ары қарай бар. Сен көрмей қазір. Бізде мынандай екі сурет шықты. Мынау мамасынікі, мынау менікі. Кімдікі? Сіздерде бағалап комментарияға жазып отырыңыздар. Кімдікі күшті болды екен, соны бағалап жазып отырыңыздар. Бас жоқ енді, қонжығының басын үлгермей қалдым. Так, ендеше бұны өзіміздің экспертіміз Қазынаға береміз. Мен басы самай қалды. Бәнде жоқ. Нолдық самай қалды. Бұл қашкен яқтақты. Анамаға басамыз. Қазына бізде өзінің шешімін жасады. Біз келесі суреттерді алдық. Сенің ойыңша кімдікі жақсы болды деп ойлайсың? Білмеймін, мен дұрыс үлгермей қалдым негізі. Маған Наконца үлгермедім. негізі өзімнің салғаным ондайға тыңдап жатқан жоқпын мен. Бірақ қарындаш пайдаланады екен, түсінгенімше. Басқа қарындаш пайдаланып үлгеру керек екен. Ендеше шешуші сәт. Мынау менікі. Менікі ұнатты. Пока бірде бір. Ну ладно. Тамаша. Так. Енді бізге келесі затты алдырамыз қазір Қазынаға. Қазына, бізге келесі затты алып кел. Ол қандай зат болады екен, енді қызық болып жатыр. Қарындаштарын дайындап қойын қойдым, мендеше. Алып үлгермей қалатын сияқты менше. Дайындамаса болмайды. Алып үлгермей қалатын сияқты. Енді ол бәрі уақыт қой. Дайынбыз ба? Так, мен уақытты реттеп қойдым. Так, алып көрейік алып. Кетті. Аш. Бізде келесі сағат. Мынау мен сағатым ғой. Мынау сағат кәдімгі. Осы сағатты салып үлгеруіміз керек. Сен енді фломастер алсаң болады ше мен? Иә, болады. Мынаны алдыра салайықшы. Ала сал. Мынаны қоя салайық. Қазына. Қашын. Мына сағатты саламыз. Дайынбыз ба? Мен уақытты бір реттеп алайын. Так. Давай, кеттік ал. Тоқтай тұр. Қолыма қарындаш албай, мен де сен сияқты дайын тұрайын. Кеттік ал. Старт. 1, 2, 3. И кеттік. Фук. Уақыт кетіп жатыр. Болды. Болды, сіз атқан жоқпын. Осымен уақыт бітті. Мынау менің салып үлгерген суретім. 30 секунд дегеніміз негізі. Жылдам зыр ете қалатын уақыт екен. Енді осыны қазір Қазынаға береміз. Қазына өзінің талдауын жасай. Сен күшті болған сияқты, менікі болады енді. Сен фломастер пайдаланып. Давай, көрейік ендеше. Қазына! Мен папаңға дұрыс емес, кішкентай болса, оған X емес. Мамаға түскені дәл қап. Қазына өзінің шешімін дайындаған сияқты, бізге міне ашығымен беріп жатыр. Мынау сен келген ғой. X деген қойып менікі ұнапты, менікі көрнекілі кішкене. Менікі ұнамаған сияқты. Мен ананың түсіне қарап жасаған ғой, сарғыш қылып, сен қара болғаннан әдемі болып тұр қойдың менің ойымша. Енді оған кішкене нетті бір фантазия керек қой десе. Жарайды, нормально болады. Пока сіздер де бағалап кетіңіздер, кімдікі көрініп тұр, кімдікі көрінбей тұр, комментария жазып кетіңіздер. Менікі тура сағат сияқты, түстері сары болған. Менікі де сағат сияқты. Жарайды, Қазынаның өзінің таңдауы. Болды. Бізде келесі затымызды Қазына алып кел. Алып келсін ортаға қарай.
Так, мен уақытты реттеп қояйын қазір. 30 секунд бізде уақыт бар. Молодец. Бізде ортада бір зат келді. Бұл зат Гүл, қызым таппайтыны жоқ гүл ше. екен. Так, неден күшті гүл мынау? Мынандай смайлигімен салайық. Давай. Смайлигімен. Смайликпен, иә. Смайлик бері қаратып қойса. Енді оны маған айтпасашы, өзі фантазияң білсін. Смайликті ана жаққа қаратып қояйық. Не, көрінбейді ғой. Ана жаққа көрініп тұрсын ба? Жоқ, біз саламыз ғой. Давай, чәрі. Қалай салып жатыр? Дайынсың ба? Так, Тоқтай. қазір. Онда фломастермен саламыз ба не? Жарайды, фломастер саламыз, мейлі. Давай, фломастермен. Фломастер. Дайындап алайық. Так, дайынсың ба? Ja. Кеттік па? 1, 2, 3, кетті. Так. Мынау жазбайды ғой. Уақыт деген зыр ете қала деген ғой енді. Иә, конечно. Мама, жасыл. Так, келесі. Ой. Мынау жазатын жоқ қой маған. Қайда сары. Мынау қиын болып жатыр. Так, уақыт. Бізде уақыт осымен бітті. Смайлик салып. Бірінші смайлик деп тұрады. Ендеше бағалап жіберіңіздер. Кімдікі күшті болған сияқты. Қазір осы бағалауды біз қазынаның өзіне береміз. Қазынаның өзі бағалап кетсін. Көрейік, қайсы күшті болған. Қайсы ұнайтын көрейік. Мне поставила папанка чтение до спорхат, хан и каскоя. Мама баса чтение до соседа, хан Енді бізде шешуші сәт. Қазір кімнің суреті мықты болды екен соны көретін боламыз. Әзірге 2-де 1. Бізде соңғы зат, егер менікі ұнайтын болса 2-де 2 тең боламыз. Қазына біздерге алып кел, өзінің бағасын көрейік. Қазынаның қайсы ұнады, қайсын ұнамады. Сенің ойынша? Біздің төреші деш. Сенікі ұнаған сияқты. Так, онда көрейік. Пук. Так, мынау сенікі, мынау менікі. Ой, менікі ұнамапты. Мәссаған, мен вроде смайликтерін күшті саған сияқты едім. Сенікі. Сенің ана гүлдерің әдемі шыққан, бірақ менің нелерім, менің смайлигім күшті болды да, сендей. Сендегі ана гүлге қарап, сол бағалай салған шығар деген ойдам. Смайлик сағында вообще болады, не? Все, хорошо. Қазынаның шешімі бойынша менікі ұнапты енді. Иә? Енді бәрін алып көрейік. Бізде 3-те 1, иә, есеп бойынша. Бүгін енді күшті суреттер салынған сияқты. Бүгінгі біздің сурет салу челленджіміз осыменен бітті. Менің ойымша қазына жақсы бағалады деген ойдамыз. Сізде өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Біздің тағыда басқа видеоларымызды көргілеріңіз келсе, подписация бөліміне өтіп, біздің каналымызға кірсеңіздер болады. Біздермен болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.